білесіздер, сол послеродовой поликлиникада 23 жыл болыпты. Хирург айтты, қазір менің кіші балам бар, ең бірінші осы келіп, бірінші рет келген күні менің балам ертіп келіп, әрең дегенде жүріп келгем, сол кезде Айболат Құспанов презентация өткізген болатын, сол кісіге сұрақ қойған. Менің шешем осы продукцияны алады, ішеді, қанша айда жазылады деп. Нақты айтыңызшы, дәрігерсіз ғой деп. Сол кезде балама осы кісі айтты, минимальный 6 ай деп. Дұрыс айтты, 6 айдан кейін кішкене улучшение жүрді. Бірақ маған 1 жылға дейін обострение берді. Себебі менің ауруым түрі өте күрделі. Енді қазір маған ревматолог поздняя стадиядан ранняя стадияға ауыстырды диагнозымды. Сізге мүлдем группаға шығудың қажеті жоқ деді. Мен өзім таң қалдым, көзім жетпеді. Бүгін сіңлімді бірінші рет бой бермей алып келдім. Қазір қайта көрдіңда деп ұрсып не қоям, түртіп қоям. Шаршап отыр жолдан келіпші. Енді 6 күні міне операция жасады, 11 құдай бұйыртса шықтым. Куркуминовый чай, бикардия, редженер, иммунный, одан кейін нутриэнержин, мына акселер, ол вообще үзген жоқпын. 1 жылдан асты міне. 1 жылға дейін сынап іштім. Елдер айтады ғой, ой мен жазылған жоқпын, 3 ай болды, міне әсер етпейді, өтірік айтады. Жазылады. 1-2-3 қапсыдан әсер етеді. Сіңілім мен бикардияны құйып берем өзім. Айтады, мынау не қандай әдемі жақсы. Басым ауырған, басылып қалды, кішкене жөнделіп қалдым. Даже ағам қайтыс болды, ағамның несінде 40-ында үлкен ағам, нағаш ағамның давлениесі көтеріліп кетті. Сасқаннан алдында бикардияны тілінің астына апарып құя салдым. Біраздан кейін айтады ғой, көзім ашылды, не бердің сен маған? Сиқырлы нәрсе бердің бе? Не мынау, үйпей ма, не дейді ше? Ол